Бауырлар, бір сауал түсіп жатыр. Жұмысымыз сол арақ, сигарет сататын жерде жұмыс жасаймын. Оразаға әсері бар ма дедіңіз, иә? Түсінесіз ба? Ол ораза болмай-ақ әсері бар. Оразаға емес, мүлде жұмыстардан лажы барынша ауысқаныңыз абзалырақ болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сөз бар, Алла тағала арақтың жанында жүрген адамның бәрін лағнеттеді дейді. Оны тасып беруші, құйып беруші, ақшасын беруші, жанында тұрушы, жаңағыдегі не, қандай да бір сол арақтың қызметінде болғандардың барлығын лағнеттеді дейді. Сол үшін арағы бар жерден сіз береке таппайсыз. Ол бір жерлерден, яғни сіз Алла лағнеттеді дегенді қалай түсінесіз? Алланың мейірімінен ұзақтадыңыз. Сіздің дұғаңыз қабыл болмайды, сұрасаңыз бермейді Алла. Ғибадатыңыз астағфирулла теріс қаралады. Ол үлкен бір жақсылық емес ол. Сонан соң, мысалы, адам баласы осындай бір арам тірліктерді істеп алады да, басына бір қандай да бір нәрсе түссе, я Аллахым, мен не жаздым деп шыға келеді. Арам етілген нәрселерді пайдаланудың өзі арам болса, оларды сатудың өзі арам. Мысалы, доңыз етін сату да арам. Мен өзім жемеймін, мен өзім пайдаланбаймын, бірақ мынандай фермада бағып тез өседі екен, соны сата қояйын десеңіз, ол да болмайды, бауырлар. Жеуі, пайдалануы харам болған нәрсенің сатылуы да, оның ақшасы да харам болады, бауырлар. Сондықтан ондай жұмыстан шеттеніңіздер. Барынша адалға қарай жұмыс жасаңыздар.